Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге пойызда сататын дәу манты жасаймыз. Ол үшін бізге салқын 400 мл су керек және бір ас қасық тұз керек. 2 жұмыртқа, осыларды жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнымызды қасықпен салып араластырып тұрамыз. Қою қамыр болғанша. Сол кезде қамырымыз жұмсақ болып шығады. Піскеннен кейін қатып қалмайды қамырымыздың беті. Осылай қою болғаннан кейін ары қарай қолмен илейміз қамырымызды. Менде 2 зуала қамыр шықты. Енді осы қамырымыздың бетін жауып тындырып қоямыз. Ол тынам дегенше бізге 1 килограмм фарш керек және жарты кило жуа керек. Жуамыз осылай кубиктеп турап алдық және асқабақ керек болады. Асқабағымызды осылай қабығын аршып дайындап қойдым. Енді осыларды да кубиктеп турап аламын. Асқабақты қалауыңызша қоссаңыз болады. Барлығын осындай табаққа салып, 2 ас қасық тұз салдым. Және 1 шай қасық бұрыш салдым, қара бұрыш. Өздеріңіз енді дәміне қарай саларсыздар. Осыны жақсылап араластырдым. Енді қамырымызды жайлап жаямыз. Осылай жайып алдым. Енді 4 бұрыштап кесіп шығамыз. Менде осылай қалыңдау болып шықты қамырым. Енді мен осыларды бір-бірден жайып бастаймын. Жұқа қамыр қылып осылай үлкен мантылар жасаймын, түйіп. Суымды осылай қайнатамын. Және табамызды майлап мантыларымызды жайғастырамыз. Мантыларымызды 40 минутта қатты отта буғап пісіріп аламыз. Мінекей біздің мантыларымыз пісті. Дәл пойызда сататын апаларымыздың мантысы болып шықты. Кәне сіздерге көрсетейін. Осындай сырты жып-жұмсақ, қамыры қатпайды. Қамыры жып-жұмсақ, ауызда еріп кетеді. Және іші де сочный, мощный болып шықты. Мінекей сіздерге ішін көрсетейін. Асқабақты қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да өзі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. 1000 қаралым жиналған бойдан араларыңыздан біреуіңізге 5000 теңге сыйлайтын боламын.